الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli bağırlar. Abdel Kıraat kitabının 2. tomunu arqaraya жалғастырамыз. الدرس الثاني عشر 12. ders. الثعلب والعنقود. Түлкі және бір өзім жүзім. Онқуд деген бір жүзімдер бір не болады ғой, мындай бір өзім жүзім. Соны онқуд дейді. Мүшахада деген көру, ләунун деген түс, цвет. Рутабун деген дөмбіл жаңағы құрма, қара құрмалар. Идаун айдап әкелу, бұғиятун қалау, көксеу. Таабун шаршау. Сa'юн күш жұмсау, ұмтылу, талаптану деген сияқты. Имкан мүмкіндік болу. Толуғын деген күннің шығуы, тағы да бір мағыналар бар. Толуғын күннің шығуы деген мағына, сосын шығу, көтерілу. Итталаға алайна ражулун хадисте келеді ғой, Жибрилдің хадисінде. Байнама нахну инда расулилла итталаға алайна ражулун. Біз Аллах елшінің қасында отырғанда бізге келді дейді бір адам. Талаға деген келді. Мысалы, талаға деген күннің шығуы ғой. Күн жоқ еді, күн шықты. Ана адам жоқ еді, келді деген мағынада да. Сондай бір. Жауфун іш, адамның іші. Ләхәбу деген от. Хисримун деген шикі, піспеген жүзім. Хаса, жоғал кет әрі деген мағына. Нәжде шиғар берген өлең жолдарын. Көп емес, бір оқиға жайлы. Оқиға бұлай болады, түлкі ақшам намазынан кейін қарны аш болып жүреді да, келеді да бір жүзімдерді көреді. Сөйтіп бір жүзімді алам деп ала алмай, сол кезде бұл жүзім піспеген екен деп кетіп бара жатқанда жүзім айтады баған. Жоғалары дейді, сен жаңағыдай бір мақал етеді соңында. Тулу лисани фил хауа ва қасрун фил данаб. Ұзын тілі өте ұзындар, айтқан сөз ауада қалады. Айтқан сөзін істемегеннен кейін тілі құйрығында болып тартылып қалады деген сияқты. Иншалла қазір өтеміз. Жалпы мағынасын айтып жатқанмын ғой, енді бұл шиғыр ғой, жай әңгіме емес та. Хикаятун ан са'лаби қад марра вастал айнаби. Бұл хикая сағлап, яғни түлкі жайлы. Ол жаңағы жүзім бағының ортасынан өтіп еді. Қадмарра өтіп еді. Ва шахадал унқуда фи лаунин калауни захаби. Сол жерде бір өзім жүзімді көрді. Фи лаунин калауни захаби. Оның түсі алтынның түсі сияқты еді дейді. Ка деген сияқты. Калауни түсі сияқты, алтынның. Оның түсі алтынның түсі сияқты еді. Ва ғайраху мин джинсихи асвада мислар рутаби. Ва ғайраху мин джинсихи, соның жынысынан болған басқалары, яғни сол жүзімнен болған басқа жүзімдер деген мағынада, асвад қара еді, мислар рутаби, дөмбіл құрма сияқты қап-қара еді, піскен еді. Біреуі алтын сияқты піспей тұрған еді дейді. Валжу'у қад ауда бихи бa'да аданил мағриби. Ал енді аштық болса, оны айдап алып еді. Мағрибтің азанынан кейін аштық оны айдап алып келіп еді дейді. Аштық оны айдап алып келіп еді. Фаджа'a ябғи әкілетен минху валау биттаби. Келді, қалаған күйде бір үзім жейтін, тіске басар бірдеңені, әкілетін жейтін бір ас, тағам, тамақ, ас. Фаджа'a ябғи әкілетен, бір жейтін бірдеңе қалап келді. Минху, сол ағаштан, жүзім ағашынан, валау биттаби, шаршап, әрең алса да, әйтеуір қиындықпен алса да, одан жаңағыдай бір жейтін нәрсе қалап келіп еді дейді. Sa'a fama amkana an
يطلع فوق الشجر. Күш жұмсады, ұмтылды. Фама амкана ан, мүмкіндігі болмады дейді. Ан ятлаға фауқал хашаби. Ағаштың жоғарысына жету мүмкін болмады дейді, ұмтылса да. Фараха мислама ата. Келген жолмен қалай келсе солай қайтты дейді. Фараха мислама ата ва жауфуху фи лахаби. Қалай келсе солай қайтты, ал іші болса, ал оның іші болса, жаңа түлкінің яғни оттай еді, ішін аштық күйдіріп баратыр еді дейді, от сияқты. وقال هذا حسرم رأيته في حلب. Бұл хисрим піспеген жүзім екен, бұны мен Халабта, анау жаңағы Иран, Ирак жақта ма, или Сирия жақта ма, Халаб деген қала бар. Сол Халабта көріп едім, бұл піспеген жүзім екен деп айта салды дейді, ала алмағаннан кейін өзі. قال له العنقود بل خسئت فاذهب يا باغي. Ал ғанқұт оған айтты дейді. Yani bir yüzüm ayıttı deydi. Әрі кет менен. Ары қарай кет. Я ғаби, ақмақ ары қарай кет деп айтты дейді. Жүзім. وطول لسان في الهواء وقصر في الذنب. Ұзын тілділердің, тілі ұзын болған, сөйлей беретін адамдардың сөзі ауада қалады. Енді істей алмағаннан кейін оны сөйтіп тілі қысқарып, тілі құйрығына кере кетіп қалады деген мағынада айтқанына. Не ғой? Мақал ғой. Иншалла. Осымен 12-ші сабақ бітті. Алла баршаңызға жеңілдік берсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.